баспадым таудың шетін құлай ма деп, ішпедім арықтан суылай ма деп дегенің бір шумағы бар ғой. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айғайлайды. Жүрген соң күнде таудың етегінде таулардың биіктігі байқалмайды. Мынау біз тауды енді күнде көріп жүрміз ғой. Күнде далаға шықсаң да есік алдында да осы тау. Бірақ бұл үлкен қазына ғой біз үшін. Өкініштісі сол біз осы тауды пайдалана алмай отырық та. Осы таудың шығара алмай отырған. Мен негізі қазіргі Сатпаев қаласы, бұрын Никольск деп аталады. Сол қалада туылғанбыз. Сосын сол жақтың бірінші сыныбына бардым. Абай атындағы лицей қазіргі 96-да шатыспасам біз осында көшіп келдік. Онда біз баламыз ғой. Белгілі бір себептермен осы ауылға көшіп келдік. 600. Біреу? Үшеу. Сосын ада өткен месседен бір кілт алдың ғой, 1000 теңгенің. Бұл қанша анау? Разредный. Иә. Соны Гүлмира жіберіп ақшасын. Так. Өзіңіз айтпасаңыз, оны біз білмейтін бізді. Жіберіп жүрген жоқ. 2905 мың өтіміз. Бизнеске келген себеп сондай бір үлкен бір себеп болған жоқ. Жалпы 10 жыл өндірісте жұмыс істедім, производствода, мұнай саласында. Осы бір Алланың берген жеңілдігімен біздің қазіргі Қазақстанда жұмысқа тұру оңай емес қой. Ал мен сондай шынымды айтсам мақтан аламын. Ақша бермей, ешкім танысыз демей бір жұмысқа тұрғандығыма. Сондай себеппен біз жалпы өзім жұмысқа орналасып жүрген кезде, жұмыс істеп жүрген кезде көп деген бір салалармен қызығатын кезде сонда мақсат болатын. Мен осы өндіріске кірдім. Енді мен осы жерден инженер болып, бастық болып шығамын дейтін адамдар. Қасында әріптестеріме. Бірақ келе көп нәрселерді кітаптарды оқығаннан кейін, өзім жалпы кітап оқығанды жақсы көремін. Сол кітаптардың ішінде осындай кәсіпкерлердің кітаптары қолыма түсе бастады. Себеп біреу болды. Себеп кәсіппен айналысқым келді өзім. Өйткені студент күнімнен де көбісінің андайғы да мемлекетте жұмыс істегісі келмейді, бір айлыққа байланғысы келмейді. Сондай себеп шығарсыз. Енді мен өйтіп себеп айта алмаймын. Мемлекет біріншіден мен істеген бір акционерлік қоғам болды. Мұнай саласы болды. Мен бір айлықтан бір шамалы тарлық көрдім деп айта алмаймын. Ол жерде де ешқандай ренжітпейтін бір отбасыға емін-еркін өмір сүруге жеткілікті бір айлық алатын. Бірақ сол беретін айлықтарын мен ұтымды пайдалана алдым деп ойлаймын. Мен ақшаларын жинадым да, солардың айлықтан бөліп жинайды ғой, откладывать етіп. Сөйтіп ақшаға жинадым, қор жинадым да кәсіп бастап бизнесімді дөңгелете бастадым. Енді бизнес деп бір үлкен бір масштабты түрде жоспар салыстыратын шығар. Бірақ ауылдық деңгейде бұл бір ауылға үлкен қызмет жасап отқан кәсіптің түрін таптым деп ойлаймын. 2009-да бастады ойлаймын, жатыспасам. Бұл жай продуктовый магазин басталған еді. Идеям сол кезде. Онда студентпін. 4-ші курста жүрген кезде. Сол әке шешемнен рұқсат алып, үйдің қасына ана жер огород болатын. Соны қостырттым. Онда да қаражат бір керемет болмады. Әйтеуір қолмен, бармен жасалған дүние тұғын. Кейін бір күрделі жөндеу жасадық, төбесін айырбастадық, полный. Толығымен төбесін шатын айырбастап тастадық. Оған дейін сол азық-түлік ретінде ашылды. Кейбір заттардың бір жетпей қалуынан ойландым. Осы неге құрылыс материалдарын ашпасқа деп.
сондай дүкен ашпасқа, мен сияқты қиналып жүргендер, мен сияқты бір кішкентай ғана бір заттарға жұмыстар тоқтап тұрған адамдар көп қой. Солардан жаңағы сұраныстың өтейік. Ол бірінші, екінші, енді есеп жағынан, кәсіпкерлік жағынан келетін болсақ, бұл азық түлікке қарағанда срогі өтіп кетеді деп уайымдамайсың. Оған арнайы бір холодильниктер керек емес, суытып салқындап тұратын. Сондай бір плюстары бар. Сондықтан да келе-келе екі кеменің басы суға айтады дейді ғой. Не бизнес, осы кәсіп, не жаңағы карьера дейді ғой, мансапты қуу, соған келіп тірелдім. Сол кезде мен таңдағаным осы бизнес сала болды. Өйткені екі қолға бір күрек табылады. Ешқандай кәсіптен немді бағымды ашамасам да жұмыс табылады деген ой болды. Ауылда бизнес жасау қалай жалпы? Кедергілері қаламен салыстырған кезде, бастаған кезде? Енді жалпы ауылда бәрі қиын ғой. Ауылда өмір сүру, тұрмыстық жағдай қаланықпен салыстырғанда әлдеқайда өзгешелеу. Қиындық көп. Және кез келген кәсіпке, кез келген бизнеске адам санының неғұрлым көп болған жақсы. Яғни адам неғұрлым көп қоныстанған жерде кәсіп бастау әлдеқайда жеңілірек деп айтамын, салыстырмалы түрде. Халық саны аз қоныстанған жерден гөрі. Енді біздің ауылда да халық саны көп емес қой, әрі кетсе 2-ақ мың халық тұрады. 2-ақ мың халықты енді құрылыс материалдарынан айтатын болсақ, 2 мың халықты бір отбасында кемінде 4 адамнан болатын болса, 4-ке бөліңізде есептеңіз қанша жанұя тұрады. Және статистика бойынша әрбір 5 жыл сайын әрбір жанұя ремонт жасайды дейді. Сонда есебі оңай шығады оны. Яғни менің дүкенім бір жазда, маусым кезінде, сезон кезінде қанша шамалы ғана отбасыға қызмет жасай алады. Сондықтан да осы саланы, кәсіп саласы өзіме қызықтырды. Ауылға да, халқыма да пайдасы тиетіндей бір не болсын деп осы кәсіп саланы алдым. Және бұл салада өте маржинальный дейді ғой. Пайдасы бар. Бұл да отбасын асырай алатын, бір отбасын асырай алатын бір кәсіптің түрі болғаннан кейін өзіме қызықты. Былай ғой, адам баласы өзі туғаннан біреудің бір қамқорлығымен өседі ғой. Туғанда ата-ананың қамқорлығы, мектепке барғаннан кейін мұғалімнің қамқорлығымен, университетте ұстаздардың қамқорлығымен, сол университетті бітіргеннен кейін барып, анау әбден айтқанды ғана орындап, дүние шаруаларды істеп жүрген адам сол жұмысқа кіреді. Дұрыс па? Бастықтың айтқанымен ғана жүретін. Яғни белгілі инструкцияң бар, алжастау инструкцияң бар, соның барлығын орындайсың да, болды. Сенің басың ауырмайды, былай сөзбен шынымен айтқан кезде. Енді сондай комфорттық орта ғой, соған үйреніп қалған адам кәсіпке шығатын кезде бөлекке шығасың, жеке кетесің. Яғни саған айтатын, кеңес беретін ешкім жоқ, сенің жаңағындай бизнестің бір инструкциясы жоқ, міне осыны айтсаң, осыны істесең болды деген сияқты. Көптеген баста нелер болды, ойлар болды, мазалау, күйзеліс болды, мынандай болды да. Бір жұмыстан шығып кетсең, мұнайдың айлығы жақсы ғой, мұнайды алып жүрген айлықтан шығып кетсең, бір түрлі аштан өлетін сияқты. Ақша қайдан табамын, мынандай ақша шыға ма деген сияқты. Сондай ойлар болды. Ондай ой кез келген адамды мазалайды қазіргі заманда. Кедергі бизнесте ең бірінші кедергі қаржылық кедергі ғой. Яғни жоспарлайсың, бастайсың, бірақ ожидание реальность деген сияқты ғой. Шамалы жинаған қорың, ақшаң жетпей қалады. Сосын басталап, амалын табып, қаяқтан қосымша қаражат іздеймін. Сол ғана біз бастапқы кедергі. Ал мемлекеттік органдардан, болмаса басқа да бір салалардан ешқандай кедергі болған жоқ. Жалпы істеймін деген адамға кедергі. Жалпы істеймін деген адамға, иә. Неге көп адам бизнеске кете алмайды? Кәсіпке. Себебі жаңадан қорқады. Ондай ақша таба аламын ба мен? Осы күні мен зар болып қалмайын ба деген ғой, қазақша айтқанда. Ондай ой болды. Одан қалды, айналаң бар ғой. Адамның досы бар, адамның отбасы бар, әке шешесі бар, ағайын туыстары бар. Бәрі айтты, сен ақымақсың. Сен басың қақпайды, сен мынандай жұрттар ақша беріп кіре алмай жатқан жерге сен өзің пособственное желание өтініш жазып жұмыстан шығып жатқан адамды бір шет көрдік.
Ол да қатты әсер етеді. Біз кәсіпке былай ден қоймасаң, бұл деген кәсіп деген бір қалай айтсам, жеңіл қарайтын дүние емес қой. Өйткені бұл жерде сенің қаншама уақытың, күшің, қаражатың кетіп жатыр, сондықтан да сол қаражат, сол күш, сол энергияның барлығы түбінде жемісін берсе деп армандайсың ғой. Мысалға алма ағашын еккен сияқты ғой. Сен оны суарасың, оны әктейсің, бірақ алма ағашы отырғызған жылы саған түп бермейді ғой, алма бермейді. Ол айтулар бойынша 4-ші жылдан бастап қана түйнек бастайды. Бірақ іштей өзімде айттым, ай Руслан, бұйыртса осы кәсіп, осы бизнес сені бәрібір жерге қалдырмайды, жерге тастамайды. Біреу атады. Негізі мен көп нәрсе Сейсенбай Марғұланды көп қараймын сол кісінің. Сол кісінің айтатын бір жиі айтатын сөзі попытка дейді ғой. Тырысу саны қанша рет жасаса, соның 10-ның біреуі бәрібір атады. Статистика бойынша. Ол деген көрінген нәрсені көре беру емес, тырысып бағу керек. 10 рет, 20 рет көру керек, соның ішінде біреуі бір попыткаң әйтеуір сенің жаңағы армандаған, қиялдаған, мақсат қойған жаңағы нысанаңа жеткізеді деп ойлаймын. Оның қасында отбасы бар. Отбасы ол да оған да дейінгі көңіл бөлу керек. Үйдің де шаруасын істеу керек. Бірақ негізгі шаруаны әйел адам өзі алғаннан кейін қолынан келгенше деймін. Маған минималды түрде жұмыс қалдырады, сондықтан да ол кісіге үлкен рахмет деп қойшы. Осы мақсатты пайдаланып. Бір әндер болады ғой. Қазір жастар еді, гитара тартпайды деді. Тартып отқандар бар шығар еді, көзге көп түсе бермейді. Біздің кезімізде гитара тарту деген ой бір. Өйткені магнитофон болады. Сосын арасында жаңа өлең айту жақсы бір дәстүрлер еді. Сол кездегі әндер еді. Біз оны көшеде айтып жүретінбіз өлең. Оны сахнаға ән қылып шығарды кейін. Көше әні ғой негізі. Иә, көше әні ғой. Автор белгісіз бір әйтеуір. Кейде бір осындай әндер тыңдайсың. Сол кездегі жастық шаққа ораласың. Жоқ, енді махаббатты білмей, бірақ сол кезеңдердің өзі бір адамның қарым-қатынасы, сол бір тыныш заман, бір бақыт деген сенің бала күндерің бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің дейді. Бақытты да басқаны да білмеу, бақытсыз-ақ ойнағаны күлгенің дейді. Сондықтан да балалық кезге бір сағыныш болады. Ол кез келген адам сағынады ғой бала кезінде. Кез келген адамдан арманың қандай десе, сол балалық шаққа барып келсе деген тілек болады деп ойлаймын көбісін. Ондай тілек менде де бар, шыққан бір балалық кезге барып келсе. Сол кезде бір жіберіп қойған қателіктеріңді, сол кезде бір өткізіп алған сәттеріңді қайта толтырар ма едім деп ойлайсың ғой. Әне қарашы, жеті қарақшы, бізді қимай сөніп барады. Қимаймын сені, ұмытпа мені. Біз махаббатты сондай бір кедей қылып сақтық та қазір. Құнсыз қылып. Өйткені біз қыз бен жігіттің арасындағы махаббатқа, қарым-қатынасқа махаббат деп байладық. Ол қарым-қатынастың қазір құны жоқ. Құнсыздап кетті. Шыңдармандап төбесі көк сүзгілер, экраннан эверестке үздігер. Обан адырларды төбелеп, төбелерді тау деседі бізге. Тартыспай аққан тартыптай көкеммен, тауыл үрмес құрылы боп өтеммен. Осы қырдар төбешіктей аналар, дүниеге таудай ұлыдар, таудай ұлдар әкелген. Ерліктері айналмайтын елеске, ерулатқа ерін салған егесте.
Ереулатқа ерін салған егесте, махамбеттің өзі бір тау, өзі бір тау ермес пе.